Selam dostlar, biz bugün bolgarski yani tatlı buruşumuzda kısqa dayındaytın bolamız. Ең алдымен tatlı buruşumuzdың sırtын жууп alamız. Ішін жумаймыз, өйткені ол былжырап, ағып кетуі мүмкін. Содан соң кептіріп, ішін тазалап, өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Мен лағманға, тамаққа, пиццаға қосатындай қылып турадым. Содан соң бір күн бойы морозильникте қатырып аласыздар. Дайын болған көкөнісімізді пакетиктерге салып, жай пакетиктерде бола береді. Салып, морозильникке қайтадан салып қоясыздар. Мен осылай помидорды да қатырдым. Астарыңыз дәмді болсын.